Сәлеметсіздер ме? Ағылшын тілін үйренушілер, оқушылар, студенттер, бүгінгі біздің екінші сабағымыздың тақырыбы is және a. Енді бұл is деген не, a деген не деген сұрақ туындауы мүмкін, өйткені is, a деген ол көмекші етістіктер. Негізгі емес, көмекші. Осыны естеріңізде сақтаңыздар. Олар сөйлемнің ішінде аударылмайды. Және a деген сөзді ешқашан біз are деп оқымаймыз. Ол қате болады. Кеттік. You is clever, she are 14 years old. Қате сөйлем. Неге қате? Себебі белгілі есімдіктерден кейін көмекші етістіктер жүреді, осы ережені жақсылап еске сақтап алу керек. Неге? Қарасаңыздар, she, he, it үшеуінің аудармасы ол деген мағынаны білдіреді, бірақ she қыздарға, he ұлдарға, it заттарға немесе жануарларға қолданылатын есімдіктер болып табылады. She, he, it, is көмекші етістік және жекеше түрде қолданылады. Сондықтан келесі сөздер жекеше түрде тұрады. Қарап отырғаныңызда, өздеріңіз байқағаныңыздар. She is 14 years old. Оның жасы 14-те. He is a student. Ол студент. It is a table. Бұл орындық деген сынды аудармалардан тұрады. Енді қарасаңыздар, we, you, they. Көпше түрде. Не себепті? We, you, they аудармасын жақсы біліп алу керексіздер. We, біз, you, сендер, сіздер, they, олар. We are students, біз студентпіз. You are students, сіздер, сендер, студентсіздер. Студентсіңдер, they are students, олар студенттер. Енді you are деген бұл жерде you, they, we деген көпше түрде болғандықтан students деген зат есімге s жалғанып тұр. Мына жерде ешқандай сіздер етістікті көріп тұрған жоқсыздар, байқағанда, негізгі етістік. Енді сіздерге тапсырма. You are a teachers. Қатесін тауып төменге комментке жазып жіберсеңіздер.